Кең жазира қазақ даласы. Осы даланың солтүстігінде осыдан 6000 жыл бұрын адамзат тарихын өзгерткен оқиға болған тәрізді. Солтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының мүшелері Никольская ауылынан 1,5 шақырым, Ботай темір жол айрығынан оңтүстікке қарай 5 шақырым жерде мыс тас дәуіріне жататын көне қоныс орнын тапты. Оны Ботай қонысы немесе Ботай мәдениеті деп атады. Геомагниттік зерттеулер бұл жерде 250-ден астам тұрғын үй шұңқыры мен ойыстарының бар екенін көрсетті. Ботайлықтар аң аулады. Алғашқылардың бірі болып жылқыны қолға үйретіп, жылқы өсірді. Ботайлықтардың бір бөлігі жазда жайлауға көшті. Жылқы етін сақтаудың ерекше тәсілдерін білді. Олардың қонысынан табылған бас сүйекке жасалған отаның ізі нағыз фантастика. Ота кімге жасалған? Ал осы ботайлықтар немен айналысты? Дүние танымдары қандай еді? Қандай тұрғын жайда тұрды? Оны қандай материалдардан жасады? Ботай тұрғын жайы туралы айтқанда мына бір әңгіме еске түседі. Монғолияда да болған кезінде шым үйлеген болған, шымнан салатын. Шамал жер қазып. Бұл әңгіменің әсерлі жері бертінге дейін қолданылып келген үй салу тәсілі. Шамал жер қазып, жағалада сол шыммен ет төбесін талмен жауып, бертіндер айта малғамап жүрген көрген мен сонда үйді. Сол есімде қатты, бағана үйді көрген есіме түсіп отыр кезінде. Бәрі солай бастаған шығар енді. Апалатын ол кезде кірпіштей болып қой. Ана шымды қалай тұрғызады сонда оны? Балшықпен. Балшық. Жаңа көтеріп алған соң еді. Бұлай талдар тастап үстін шілік дейді. Иә, шырпыл. Сосын дейді. Шөп салады оның үстіне, сосын көңмен жауып тастайды. Монғолияның Баян-Өлгей ғой, иә? Қай жері Баян-Өлгейдің? Баян-Өлгейдің Ноғынор деген Сапқозы, Қызылтас деген бригадасында болды. Бір таңғаларлығы, соған ұқсас құрылыс тәсілін мен Бурабайдағы Ботай қонысының реконструкциясынан көрдім. Ботайлықтарда тұрғын жайларын жерге жартылай енгізіп салған. Қазылған шұңқырдың үстіне ағаш қаңқа тұрғызылып, сырты табиғи материалдармен жабылған. Бұл дала жағдайында жылуды сақтаудың өте қарапайым әрі тиімді тәсілі. Ботай мәдениеті солтүстік Қазақстанда шамамен 5-6 мың жыл бұрын өмір сүрген энеолит дәуірінің мәдениеті. Археологтар тұрғын жайлардың орындарын зерттеп, олардың құрылысын қалпына келтірген. Ботай қонысын зерттегенде археологтар бір ғана үйдің емес, тұтас бір қауым өмір сүрген үлкен қоныстың көрінісін байқаған. Ал мына экспозициялық макет сол өмірді көз алдымызға елестетуге мүмкіндік береді. Ботайлықтар 6000 жыл бұрын мыс құралдар мен заттарды қолданған. Олар озық тәжірибелі шебер, емші, суретші және зергер болған. Теріден тұтынатын заттар мен ыдыстар жасаған. Қыштан заттар жасауды білген. Ашық аспан астындағы мұражай ботайлықтардың қоныс жайларының Бурабайдағы реконструкциясы. Қоныс табылған жер емес. Дәл осы жер Ботай қонысының жүрегі. Реконструкцияда бұл бөлме көсемнің орны ретінде көрсетілген орталық бөлік. Мына бас сүйектегі әдейі жасалған тесік
ботайлықтардың адам емдеу тәжірибесі болғанын және трепанация жасағанын аңғартады. Бірнеше мың жыл бұрын осы кеңістікте қауымның маңызды шешімдері қабылданып, адамдардың тағдырына қатысты мәселелер талқыланған болуы мүмкін. Бұл бөлмеде 3 түрлі бағыттағы есік бар. Бірі жылқы ұсталған бөлік арқылы сыртқа шығады. Екіншісі негізгі кіреберіс. Ал үшіншісі оқшауланған бақсы бөлмесі арқылы сыртқа шығады. Мұнда жеке өмір мен қоғамдық тіршілік, шаруашылық пен рухани дүние бір кеңістіктің айналасында тоғысқан. Ботай қонысының бұл реконструкциясындағы ерекше бір орын бақсының бөлмесі. Ол тұрғынжайдың басқа бөліктерінен оқшауланып, жеке есікпен бөлінген. Бұл жер қоғамның рухани өміріне, дүние танымына қатысты қандай да бір арнайы қызмет атқарған орын болуы мүмкін. Рәсім жасайтын жері. Мына бас сүйектің жасөспірімге тиесілі екенін зерттеулер көрсеткен. Бала отадан кейін тағы да 15 жылдай өмір сүрген. Жерлеу рәсіміне қарап, ғалымдар бұл баланың сол қоғамда ерекше рөлі болған, мысалы болашақ шаман болуы мүмкін деп болжайды. Бұл бие байлап, қымыз дайындайтын орын. Осы жерден қораға шығасың. Ботай қоныстарынан жылқы сүйектері мен жылқы көңдері табылған. Ірі қара мен қой ұстау белгілері жоқ. Сондықтан мына қоралар жылқыға арналған болуы тиіс. Жылқы еттерін ботайлықтар консервілеген деген болжам айтады ғалымдар. Олар жер қазып, жылқының терісіне етін салып, үстін таспен немесе құммен жауып, от жаққан. Осылай дайындалған ет ұзақ сақталған. Жылқы шаруашылығы адамзаттың қозғалысымен байланысының жаңа дәуірін бастаған. Себебі жылқы адамға еркін қозғалу мүмкіндігін беріп, оның үйреншікті ортасынан шығуына жол ашты. Бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Жабайы жылқы Ботай даласында ғана өмір сүрген жоқ. Еуразияның ұлан ғайыр даласында жылқы табындары мыңдаған жыл бойы еркін жайылды. Сондықтан бір сұрақ әлі де ашық. Адам жылқыны алғаш рет дәл осы Ботайда қолға үйретті ме? Әлде табиғат жағдайы ұқсас басқа өңірлерде де адамдар жылқыны бір-бірінен тәуелсіз қолға үйретуі мүмкін бе? Бұл сұраққа жауап іздеу үшін солтүстік Қазақстанға барып, Ботай қонысының өзін көру керек болады. Өйткені кейде тарихты түсіну үшін оның жазылған жерін емес, болған жерін көру керек. Ал Ботай мәдениеті бәлкім адам мен жылқы байланысының терең тарихындағы алғашқы тарау ғана шығар.